21 сабақ, өткен өмірімізді білеміз. Сен, тарих нені оқытатынын, адамдардың өткен өмірлері туралы ақпаратты ғалымдар қайдан алатынын білесің. Ежелгі қалалар қандай болғанын, оның тұрғындары немен айналысқанын айталасың. Балалар өткен, бүгінгі және болашақ өмір дегенді қалай түсесіңдер. Уақыт өткен заманнан басталып, бүгінгі күнмен жалғасады да болашақпен ұштасады. Уақыт үнемі алға жылжып отырады. Уақыт тізбесіне қарайық. Оның бағыты өткен өмірден болашаққа қарай бағытталған. Тарих ғылымы өткенді зерттейді. Ол біздің өткен өмірімізден және бүгінгі жағдайымыздан хабар береді. Ерте заман оқиғалары халық ауыз әдебиетінде көрініс табады. Бүгінгі заман оқиғалары қазіргі әдебиетте бейнеленеді. Археологтер қазба жұмыстарын жүргізіп, ежелгі тұрмыста қолданылған ыдыс, әшекей, қару-жарақ түрлерін табады. Осындай зерттеулер арқылы ежелгі адамдар қалай өмір сүргенін, немен айналысқанын біледі. Арман, ғалымдар ежелгі жазбаларды зерттейді. Онда ежелгі қалалар, оның тұрғындары туралы жазылған. Сол арқылы біз өткен күндерді білеміз. Сен өз еліңнің өткен тарихын кітаптан, фильмдерден, мұражайдан және дүниетану сабағынан тани аласың. 5 сыныпта сен тарих пәнінен білім ала бастайсың. Бұл өте қызықты ғылым. Археолог ежелгі заман адамдарының мәдениеті мен тұрмыс тіршілігін зерттейтін ғалым. Ұлы жібек жолы. Арман, балалар, кәне, өткен күндерге саяхат жасайық. Ертеде Қазақстан жерінен ұлы жібек жолы өткен. Сауда керуендері сол жолмен жібек мата, түрлі тауарлар тасымалдаған. Оның бойында әдемі қалалар пайда болған. Қызықты дерек, ертеде арабтар отырар қаласын Фараб деп атаған. Ол сәулетті, ұлы деген мағынаны білдіреді. Ежелгі қала өмірі, отырар. Ақмарал, біз ұлы жібек жолындағы ежелгі отырар қаласына келдік. Қаланың сырты биік дуалмен қоршалған. Қала тұрғындары оны жауларынан қорғану үшін соққан. Қалаға оның түнде жабық тұратын үлкен қақпасы арқылы ғана кіретін болған. Үлкен қақпадан қалаға кірдік. Оның тар көшелері арқылы жүрдік. Қаланың ішінде билеушінің өз сарайы бар. Жанында беделді адамдардың үйлері орналасқан. Шет жақтарында саудагерлер мен қолөнершілер тұрады. Шеберханаларда олар әртүрлі бұйымдар, құмыра, ыдыс аяқ, балта, пышақ, әшекейлер мен қару-жарақтар жасайды. Шеберхана маңында шығыс базары бар. Біз сол базардың маңында тұрмыз. Тапсырмалар мен сұрақтар. Не себепті ірі қалалар ұлы жібек жолы өтетін жолдарда пайда болған? Ежелгі қалаға экскурсия жаса. Қаланың келбеті қандай? Онда кімдер тұрды? Шеберлер қандай нәрселер жасады? Егер ежелгі қаланың тұрғындары қазіргі қалаға келсе, оларды нелер таңғалдырар еді?